Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлназ. Бүгін сіздерге бір жұмыртқадан және де миксерді қажет етпейтін, жасалуы өте оңай пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз, каналға жазылуды ұмытпаңыз. Пирогымыз өте жұмсақ және де көріп тұрғандарыңыздай пышный болып шығады. Ол үшін біз ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды саламыз және де оның үстіне шым-шым тұзымызды саламыз және 160 грамм қантымызды салып, осылай венчиктің көмегімен жақсылап аппақ көбік масса болғанға дейін, яғни көпіргенге дейін араластырып аламыз. Енді осы дайын массамыздың үстіне 3 ас қасық сұйық майды қосамыз да тағы да жақсылап араластырып аламыз. 200 мл сүтімізді құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Дайын болған сұйық массамыздың үстіне 260 грамм ұнымызды және де ванилинімізді және 1 шай қасық разрыхлительді осылай 3 бөлікке бөліп, шетінен араластырып тұрып салатын боламыз. Ұнымызды барлығын бірден салмаймыз, себебі кейбір ұндардың тығыздығы әртүрлі болғандықтан қамырыңыз қою болып қалуы мүмкін. Міне бізде осындай консистенцияда массамыз пайда болды, яғни біздің пирогымыздың қамыры дайын. Енді пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қойып, осы массамызды 20 сантиметрлік диаметрлі формаға құямыз. Өзіңізде қандай форма бар, соған құя берсеңіз болады, және де алдын ала қызған пеште пісіріп аламыз. Міне достар, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай пирогымыз осылай әдемі болып пісіп шықты. Бетін әдемілеу үшін сахарный пудра, яғни қант ұнтағын септім, шоколад ертіп қойсаңыздар да болады. Бұл пирог бір жасағаннан әдемі шығады. Жасап көріңіздер, сіздерде шығады деген үміттемін. Пирогымыздың ортасы өте воздушный болып шықты, кескеннен де көрініп тұр, өте жұмсақ, және де бір шаймен сразу бірден желініп кететін пирог. Жасап көріңіздер, видеоны қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар, каналда бұдан да басқа көптеген рецепттерім бар. Сіздермен болған Гүлназ, ас болсын.